Саламатсыздар ма менің құрметті тыңдармандарым. Әңгімені бастамас бұрын лайк басып тіркеліп кетейік. Бір күні ел танымал журналисті Назым есімді 32 жастағы жалғыз басты әйел қазақ даласындағы жұмбақ нысандар атты деректі фильм түсіру үшін ел ішін аралап шығады. Ол тылсым жайлар, ата-баба рухымен байланысты аңыздарды жинап, бұрын ешкім білмеген сырларды ашқысы келген. Жол жүріп келе жатып, Қарағанды мен Балқаш арасындағы шөлді алқапта машинасы бұзылып, телефоны байланыстан тыс қалады. Кеш батуға таяу. Шөл, жел, тып-тыныш әлем. Сол сәтте көкжиекте ақ түтінмен көмкерілген жалғыз киіз үй көзге шалынды. Далада жалғыз тұрған киізі аппақ, ал уықтары қара шаңырақтан бастап алтынмен өрнектелгендей жарқырап тұр. Назым алғашында елеспе деп ойлады. Бірақ су мен көлеңке іздеп жүріп, сол жаққа бет алады. Киіз үйге жақындаған сайын айнала үнсіздіктің ішінде ерекше бір гүріл бардай сезіледі. Ішке кіргенде алдымен түк көрінбейді. Бірақ кейін көз үйрене бастағанда үйдің іші адам сенгісіз кең әрі жарық болып көрінеді. Іште ешкім жоқ. Бірақ ортада жерге жайылған алашада бір десте қағаз, бір самауыр мен 2 кесе және кішкентай қобдиша тұр. Назым қобдишаны ашқанда ішінен өз аты жазылған хатты көреді. Назым, сен кездейсоқ келген жоқсың. Бұл үйге тек тағдыры сынға түскендер келеді. Өзіңді тапқың келсе, үйдің төрінен көз алмай отырың. Үй сені көреді. Ол отырады. Тыныштық. Бірақ бір сәтте көз алдына бейнелер келе бастайды. Анасы қайтыс болар алдында айтқан соңғы сөзі: балалықтағы арманы жазушы болу, ешкімге айтпаған шетінен кеткен баласы туралы сыр. Бір жігітті шексіз сүйіп, бірақ қорқып тастап кеткені. Назым бүкіл жан жарасын көреді. Өзімен өзі бетпе-бет келеді. Жылайды, күледі, шошынады. Бірақ бір сәтте құлағына «Кешірдің бе өзіңді?» деген дауыс естіледі. Кенет үйдің бір бұрышынан кемпір пайда болады. Шашы ақ, көзі өткір, киімі кәдімгі келіншек сияқты. Бірақ көзінде ғасырлық тыныштық бар. Сен алғашқылардың бірі емессің. Бұл үйге әр 100 жылда бір адам келеді дейді. Назым, бұл не үй? Мен неге келдім? Бұл ескертпе үйі. Адам ұмытқан, бірақ жүрегінің түбінде қалған шындықты еске салатын үй. Ал мен не істеуім керек? Өзіңнің кешірілмеген жеріңді кешіріп, арманыңды қайта бастау керек. Себебі сен жалғастырушысың. Кемпір орнынан тұрып, Назымға кішкентай киіз үй мүсінін ұсынады. Мынау сенің ішкі үйің. Бұны кімге көрсетсең, сол өз шындығын көреді. Таң ата, далада киіз үй жоқ. Назым жалғыз оянып, жан-жағына қарағанда машинасы да жұмыс істеп тұр. Барлығы сол қалпы. Бірақ қолында кішкентай киіз үй мүсіні бар. Ол қалаға қайтып, фильмін емес, кітап жаза бастайды. Тақырыбы айдаладағы киелі үй. Онда ол өз бастан кешкенін, әр бетінде бір адамның өмірін баяндайды. Кітабы елді шулатады. Тыңдаушылар жылап, ішкі дүниесін танып, Назымға хат жаза бастайды. Сол сәттен бастап ол адамдармен жеке жұмыс істеуді қолға алады. Жан жарасын емдейтін рухани ұстазға айналады.
Кейін жылдар өткен соң Назым кішкентай мүсінді өз оқушысына береді. Сөзін былай аяқтайды. Бір күні бұл киіз үй сені шақырады. Егер жүрегің ашық болса, сен де оны көресің. Назым рухани ұстаз болып танылғаннан кейін, ол өз лекциялары мен кітап оқуларында кішкентай киіз үй мүсінін өзімен бірге алып жүретін. Бірақ ол ешкімге оны қолына бермейтін. Бұл сен ішіңмен дайын болғанда ғана саған бұйырады дейтін. Бір күні ол Астанадағы кітапханадағы кездесуде мүсінді үстелге қойып кетіп, қалғанын байқамай сахнада шығып кетеді. Сол сәтте оны залда отырған Аяулым атты жас қыз байқап, мүсінді ұрлап кетеді. Аяулым 20 жаста. Өмірден жалқан, отбасыдан жылулық көрмеген, университеттегі оқуынан шығып қалған, өз-өзіне қол жұмсауға дайын тұратын ішкі жан күйзелісіндегі қыз еді. Ол жай ғана әдемі мүсінді қызық көріп қалып, бірақ бұл мүсіннің артында не тұрғанын білмейтін. Мүсінді ұрлап алған түн-ақ Аяулым мазасыз түстер көре бастайды. Түсінде қара шөл, жалғыз киіз үй ішінде мүсін тұрған алаша. Қабырғада алтынмен жазылған өз көлеңкеммен кездеспей жарықты көре алмайсың. Ол таңертең терезе алдында тұрып ұзақ ойланды. Қолында мүсінді ұстап тұрғанда бір сәтке терезеден алыста ашық далада ақ түтін арасында әлде бір киіз үй елестейді. Бұл не? Иллюзия ма? Әлде шақыру ма? Келесі күндері Аяулымның түсі қайталанады. Ақыры ол өз ішінде бір дауыстың бар, ізде, өз шындығыңды тап деп тұрғанын анық сезеді. Аяулым ешкімге айтпай телефонын өшіріп, Назымның бұрынғы кітабындағы картаға қарап, киіз үй тұрған тұсқа бет алады. Пойызбен, таксимен, кейін жаяу ұзақ жолдан кейін ақырында дәл сол кең жазира шөлге жетеді. Қара түнек басталып, жел күшейе бергенде көкжиекте ақ тұман арасында киелі киіз үй пайда болады. Киіз үйге жақындағанда ол да алғашында қорқады. Бірақ мүсінді кеудесіне қысып, мен шындықты қабылдауға дайынмын деп айтқанда, үйдің есігі өздігінен ашылады. Үйдің ішінде тек үнсіздік. Бірақ еденде дәл өзі секілді қыз бала отыр. Аяулымға қарап, сен менің көлеңкемсің бе, әлде менің кісім бе дейді. Кейін ол көргендері анасынан туылғандағы бейкүнә бейнесі, әкесінің қол көтерген сәттері, ол өз-өзіне мен керексізбін деген ой жазған күнделігі, тастап кеткен жігіттің соңғы сөзі, өзіне өзі айтқан жек көру сөздері. Аяулым бір сәтке тұншығады. Бірақ сол мезетте кемпір пайда болады. Бұл Назымның киіз үйде көрген қариясы. Қызым, сен бұл үйге босап кетуге келдің. Сен ауырсынып келгеніңмен жүрегің жарыққа құштар. Ал жарық өзіңді кешірумен келеді. Ол қолына алақандай шағын айна ұстатып, бұл ішкі шындығың. Бұдан былай қайда барсаң да сен кім екеніңді ұмытпа. Өзіңді жоғалтпа. Киіз үй жоқ. Аяулым далада жалғыз отыр. Бірақ көңілінде бұрын соңды болмаған тыныштық пен жылулық бар. Ол енді ішінен сыбырлап айтады. Мен өзімді кешірем. Ол қалаға оралады. Ең алғаш баратын жері Назымның үйі. Есікті ашқанда Назым ештеңе сұрамай, жай ғана жымиып, келдің бе қызым, киелі үй сені таңдады. Аяулым мүсінді қайтып береді.
Назым басын шайқап, енді бұл сенікі. Сен оны қайда апаратыныңды өзің шешесің. Аяулым кейінірек психолог мамандығына оқуға түсіп, ауыр тағдырлы жастармен жұмыс істей бастайды. Бір ерекше бөлмеде мүсінді қояды. Кімде-кім шын жүрегімен шындықты іздесе, сол адамға мүсін тірі көрінеді. Осылай киелі киіз үй бір адамның өмірінен екіншісіне өтеді. Ол тек шөлдің төрінде емес, әр адамның жүрегінде бар. Айдаладағы киелі киіз үй адам жүрегіндегі шындықтың мекені. Оны тек адасқан, бірақ іздеуден шаршамаған жан ғана көре алады. Әр адамның ішкі шөлінде бір үй бар. Ол кешірімнің, тыныштықтың, қайта туылудың үйі. Киелі үйге кіру өзіңді табу. Ал табылған жан мәңгілікке жоғалмайды.